Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы. Алғы сөз. Аса мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әлемдер Раббысына шексіз мадақ. Ең кемел адам әз пайғамбарға сансыз салауат. Кемел адам кім? Ол қандай жан? Бұл сұраққа бір сөзбен толық қамтып дәл жауап беру әрине қиын. Дегенмен осы уақытқа дейін кемел адам жайлы жазылған түрлі еңбектер мен кемелденген тұлғалар өміріне сүйене отырып, жоғарыдағы сұраққа хал-қадерімізше жауап беруді мақсат еттік. Кемел адам ең әуелі өзін тани алған, һәм тіршіліктің түпкі мәнін түсіне отырып, жаратқанның қалауы мен үкіміне сай ғұмыр сүруге талпынған, иманы кемел, танымы терең тұлға. Ол жаратушы тарапынан өзіне жүктелген жаратылыс миссиясын мүлтіксіз орындауды ғұмырының басты парызы деп біледі. Кемел адам жаратушының қос кітабын, яғни Құран мен құдірет қаламынан шыққан ғалам атты алып туындыны қатар оқи білген, тақуалығы мен даналығы толысқан тұлға. Ол білім бұлағынан қанша ішсе де шөлі қанбайтын ғылым ғашығы. Кемел адам жаны мен тәніне, бұл дүниесі мен ақыретіне қатар көңіл бөліп, тепе-теңдік сақтауды білетін, жан-жақты жетілген жан. Ол дүниедегі себеп-салдар заңдылықтарын мүлтіксіз орындайды, һәм барлық істің нәтижесі Алладан екендігіне шүбәсіз сеніп, шынайы тәуекел етеді. Кемел адам қандай жағдайда, нендей халде жүрсе де, Алласымен әрдайым бірге екендігін терең сезінетін ихсан дәрежесіне жеткен жан. Жаратқанмен байланысы нық, зікірі көп, мінәжаты мінсіз, ғибадаты терең адам. Кемел адам жүрегі мейірім мен махаббатқа, ары мен ұятқа, әділет пен ынсапқа толған, көңіл айнасын, жүрек тазалығын барынша сақтай білген кірпияз кісі. Жүрегіне зәредей күнәдағы қонса, оны бірден көз жасымен жууға асығатын шынайы тәубе иесі. Оның діні махаббат діні. Алланы жанынан тәтті жақсы көру мен адамзаттың бәрін бауырым деп сүю, тіпті жаратқан үшін барша жаратылғанға махаббат таныту жолы. Кемел адам назары әрдайым жаратушының ризалығында. Сондықтан ол басқаның мадағы мен мақтауына мастанбайды, өзгенің даттауына ренжіп, көңілі құлазымайды. Кемел адам әділдікті қақ жолы деп біледі. Имани гүлдің негізі ретінде сүйеді. Қандай жағдайға, нендей қысымға ұшыраса да, ақиқаттан айнып, әділеттен таймайды. Оның сөзі мен ісі, мінезі мен күллі өмірі әділеттен құралған. Кемел адам обал мен сауапты, жақсы мен жаманды, пайда мен зиянның парқын білетін парасат пайым иесі. Ол күнделікті ұсақ-түйек оқиғалардан өзін жоғары қоя білетін кісілігі ірі тұлға. Ол оқиғаның астарына үңіліп, әрбір жағдайды терең сараптай білетін, заман ағысын жақсы бағамдайтын сұңғыла адам. Кемел адам өз ішінің шебері, нәпақасын адал жолмен, маңдай терімен табады, масылдықты ұят санайды, қол қусыруды ар көреді, намысын биік ұстайды, тапқанын көппен бөлісе алатын мәрт мінезді жомарт жан. Кемел адам айналасына әрдайым қуаныш сыйлайтын көркем мінез гүлзары. Кез келген кісінің көңілін кілтін таба білетін жаны жайсаң мәмілегер. Ол өзіне қаншалық жоғары талап қойса да, айналасына кешіріммен қарайтын мейірбан жан. Қарапайымдылық оның қанаты. Ол кез келген жетістікті жаратушының жәрдемі деп біледі. Кемел адам елі мен жеріне қауіп төнсе, ат ойлап дұшпанға қарсы шабар батыр тұлға. Ол қасиетті құндылықтарын қорғау жолында жан беруді қор болып жер бетінде тірі жүруден артық көреді. Кемел адам мұңлы ойлы, қам көңіл, тереңде тұңғиық тұлға. Ол кешегі Абай, Шәкәрім, Ыбырай, Әлихан, Ақыметтер секілді елдің ертеңіне алаңдап, жұрт мүддесін жеке бас қамынан жоғары қоя білетін, қалың елдің қайғысын жұтқан заңғар адам. Ол қоғам алдындағы жауапкершілікті толық сезінеді, һәм сол жолда бар ғұмырын, тіпті жанын да, малын да аямайды. Кемел адам жайлы осылай көп айта беруге болады. Бірақ кемел адамға жоғарыдағыдай анықтама беріп отырған мына мен бар болғаны
кемелденуге ниеттенген қатардағы пенденің бірімін. Десек те кемел адам дәрежесіне талпыну мына пәнидегі әр адамның міндеті болуға тиіс. Бұл ниеттегі әрбір адам өз деңгейінде кемелденудің әйтеуір бір сатысында жүреді. Кемелдіктің кім қандай дәрежесіне жетсе де, осы жолда күресудің өзі зор бақыт, үлкен үміт. Мұхаммед пайғамбардан бастап күллі әнбие әулиелер, ғұламалар мен ұлы ойшылдар адамзатты жан-жақты кемелденуге шақырған. Ұлы даладан шыққан Әбу Насыр әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы, Жүсіп Баласағанның құтадғу білік, Ахмет Жүнекейдің ақиқат қақпасы, Ахмет Яссауидің диуани хикметтері, Миратул Кулубы, Сүлеймен Бақырғанидің хикметтері, Абайдың толық адам концепциясы мен Шәкәрімнің ар ілімі, мәшһүр Жүсіптің шығармалары адамның рухани барынша жетіліп, жан-жақты даму тақырыбына арналған. Қолыңыздағы бұл еңбек жүрек пен жанның жай-жапсарын тереңінен талдап, түсіндіретін, нәпсіні тәрбиелеп, кісіні рухани биік дәрежеге жеткізуді көздейтін жүрек ілімін үйретер арнайы діни еңбек емес екенін айта кеткім келеді. Сондай-ақ кітаптың кемел адам атауы рухани кемелденудің ең биік шыңына жеткен әулие кісіні емес, рухани бай, білімі терең, дені сау, қаржылай тәуелсіз, яғни төрт құбыласы тең жан-жақты кемелденуге ұмтылған ыждағатты адамды меңзейді. Қазіргі таңда кітап дүкені сөрелерінде тұлғалық дамуға қатысты шетелдік туындылар самсап тұр. Біршамасы қазақ тіліне аударылған. Тұлғалық дамуға бағытталған дәрістер мен ментор коучтар да көбейді. Бұл әрине қуанарлық құбылыс, алайда солардың бәрін 100% дұрыс деу қиын. Бұл бағыттағы шетелдік кітаптар да айтылған, жазылған дүниелердің кей тұстары ұлттық ойлау жүйемізге, ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтарымызға, тіпті діни сенімімізге қайшы келіп жатады. Тұлғалық дамытамыз, ақша табуды үйретеміз деп, фетишизмді, буддизмнің кейбір наным сенімін, нумерология секілді біздің ұлттық дүниетанымымызға жат дүниелерді насихаттап жүргендер де бар. Сондай-ақ кейбір кісілердің қаржылық тәуелсіздікті айлыққа жұмыс істемеу деп, тәпсірлеп, дәрігер, мұғалім немесе мемлекеттік мекемеде өз мамандығы бойынша жұмыс істеп, адал табыс тауып жүрген жандарды кем санау өте қате пайым. Қаржылық тәуелсіздік бұл міндетті түрде әр адамның жеке бизнесі болуы тиіс дегенді білдірмесе керек. Жұрттың бәрі жаппай кәсіпкер болып кетпесі айтпаса да түсінікті. Қаржылай тәуелсіздік адал табыс, қаражат тұрғысынан ешкімге қол қусырып, мұқтаж, масыл болмау. Дәл қазір біз уақыт тұрғысынан құндылықтар алмасып, жақсы жаман сапырылысып, ақ пен қара қайшыласып жатқан жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Мұндай аласапыран заманда ұйықтамақ түгілі қалғуға да әсте болмайды. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан ақылда, ұсталықта оқумен, істеумен жүре ұлғаяды. Дүниедегі жер билігі күннен күнге ақылды, ұста жұрт қолына ауып барады деп, ұлт болашағына уайымдағандай, бұл заманда өзін ұдайы жетілдіріп, әлемдік бәсекеге қабілетін арттыра алмаған ел көштің соңында қалып, түбінде құрдымға кетеді. Осы орайда қолыңыздағы кітап қарлығаштың су сепкеніндей оқырманның тұлғалық дамып, жан-жақты кемелденуіне аз да болса үлесін тигізер деген ниетпен жазылған. Көпшілікке арналған мотивациялық кітап. Кітапта асыл дініміздің өлмес қағидалары мен ұлт көсемдердің ақыл-ой мұралары һәм адамзатқа ортақ құндылықтарды қатар ұсынуға тырыстым. Кітаптың бірінші бөлімінде кемелденудің психологиялық кедергілері түсіндіріліп, түйіні тарқатылса, екінші бөлімде тән саулығының маңыздылығы, денсаулықты күтудің жолдары мен жай-жапсары баяндалады. Үшінші бөлімде уақытты тиімді пайдалану және жоспарлау тәсілдері мен тетіктері берілген. Төртінші бөлімде қаржылық сауат жайлы түсіндіріліп,
тапқан табысты нәтижелі жұмсаудың бағыт-бағдары айтылады. Ал 5-6 бөлімде эмоциялық зерде, яғни байсалдылық танытып, көңіл күйімізді, сезімдерімізді басқару тәсілдері мен қарым-қатынас қағидалары жан-жақты түсіндіріледі. Әр бөлім мысалдары және рухани ұстын қағидалары мен бекітіліп отырады. Кітапта айтылған тұлғалық дамуға қатысты ереже тәсілдерді жүзеге асыруға көмекші құрал ретінде арнайы әзірленген кемел адам күнделігі қоса ұсынылып отыр. Сөз соңына кітаптың жазылуына қолдау білдірген әрбір жанға Алланың разылығы мен берекелі ғұмыр тілеймін. Эмоциялық зерде тестін құрастырған қызым Ғазизаға зор алғыс білдіремін. Кемелдікке құштар жан, сізге де жаратқанның бар жақсылығын тілеймін. Стамбул, Алматы, ұшақта 20.09.2021 жыл.